Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін қамыры жұмсақ болып шығатын, тез дайындалатын пицца жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бұл пиццаның ерекшелігі тек 3 қана ингредиенттен тұрады қамыры. Бірінші 3 жұмыртқамызды осылай жарып, ыдысқа жақсылап венчикпен араластырамыз. Оның үстіне майонез саламыз. Құрамын описание бөліміне қалдырып кетемін. Жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне 1 қасық, шай қасық тұз саламыз. Араластырып отырып, електен өткізілген ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Венчикпен араластыру шамалы қиындай бастайды, сол себепті қолмен қамыр илейміз. Менде алдында дайындап қойған ұным аз болып шықты, сол себепті тағы да ұн салдым. Міне осындай сап-сары әдемі жұмсақ қамыр иледік. Бұл қамырдың көтерілгенін күтпейміз. Табаға май құйып, жақсылап жағып, қамырымызды бірденен жайып, табамызға саламыз. Шамалы ұн сеуіп жіберу керек, болмаса қамыр жабысып қалады. Өте жұмсақ қамыр. Ұнды көп қоспау керек, көп қоссақ қатты болып қалады қамыр. Нығыз болған дұрыс емес. Міне видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай, мен қамырды жайып, табаға салып жатырмын. Қамырды табаға жақсылап орналастырып алғаннан кейін, үстіне қалауыңызша кетчуп, майонез осылай жағып, енді бетіне қоятын ингредиенттерді өзіңіздің қалауыңызша қойып шығасыз. Менде қызанақ, колбаса және сыр. Осыларды менің балаларым қатты жақсы көреді. Колбасаны майдаламай, жұқалап, турап осылай орналастырдым. Енді сырды үккіштен, теркадан өткізіп, бетіне себеміз. Описание бөлімінде оңай әрі жылдам жасалатын рецептердің түрі өте көп. Описанияға кіріп, сілтемелерді басып, дайындап көріңіздер. Сырды сеуіп болғаннан кейін қызып тұрған пешке 180 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Міне бізде пицца пісті. Енді тағы да сырды теркадан өткізіп, бетіне сеуіп, 2 минутқа пешке салып аламыз. Міне біздің пиццамыз дайын, өте әдемі және жұмсақ болып шықты. Дәмі де керемет дәмді болды. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге де қатты ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.